Аурудың алдын алу не үшін маңызды? Видеоны соңына дейін көріңіз, сол кезде түсінесіз. Бір науқас тазобедренный суставта ауру сезім болған кезде бірден қаралу керек. Ол бірден қаралмағаннан ол жерде ревматоидный артрит кейін кеш анықталды. Және кеш анықталғандықтан қанда воспалительный процесс соя сербі өте жоғары жүрген. Сол соя сербіні түсіру мақсатында оған стероидты противовоспалительный дәрілер, яғни гормональ дәрілер тағайындалады. Гормональ дәрілер ұзақ уақыт ішкеннен тазобедренный сустав, яғни ұршықтың басында асептикалық некроз пайда болады. Дәл осы кезде де асептикалық некроздың ошағы кішкентай кезінде дұрыс қаралмады, ол да ұлғайды, коксартрозды 3-4 дәрежеге алып келді. Енді бұл жерде тек қана бір вариант қалады, ол эндопротез, яғни буынды ауыстыру. Буынды ауыстырған кездегі түр мынандай келді. Мынау қалып буын болса, мынау эндопротез. Енді ревматоидный артритті эндопротезбен ғана тоқталса жақсы ғой. Ол одан кейін қандағы соя сербінің жоғары болуынан мынау эндопротездің айналасына синовид бурсит әлі де жалғасып жатады, әлі де қабынып тұрады, және реабилитацияға да кедергі болады. Яғни бұрынғы ауру сезім эндопротез салғанның өзінде де әлі де жалғасып жатады. Айтпағымыз, аурудың алдын алу, ол ең баста кішкене сыр берген кезде, кішкене симптом ауру сезім болған кезде бірден дәрігерге қаралып, бірден емделуді қолға алса, бәлкім мынау сатыға жетпес пе еді.